Қайырлы күн әріптестер, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге ақпараттарды, деректерді ұсынудың тағы бір ерекше тәсілін ұсынбақшымын. Бұл бізде тегін сайт болып саналады. Оны меңгеру үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Ол бізде магик диаграмм деп аталады. Ең бірінші осылай жазып, магик диаграмм дегенге кіреміз. Содан кейін адамның бейнесі бар батырманы басып, регистрация дегенді таңдап, өзіміз осы жерге тіркелеміз. Одан кейін осындай ваше имя деп шығады. Мына жерде о себе дегенді таңдап, выберите файл деген жерге өзіңіз аватар суретіңізді қойып, осылай тіркеле қоясыз. Жай ғана мен тіркелдім, сәтті. Енді мына жерде магик диаграмм дегенге басып, ең бірінші бетке өтейік. Бұл бізде неге арналған сайт? Жалпы қандай да бір ақпараттарды ұсынған кезде түсінікті әрі оларға көпшілікке ұсынған кезде визуалды жаттап қалудың тәсілі ретінде қазіргі таңда осы трендте инфографика деген қолданылып жүр. Яғни инфографика көптеген презентациялардың қазір маңызды бөлігіне айналған. Мұнда инфографиканың бізде түрлері бар. Круговой керек десеңіз, яғни дөңгелек пішіндегі инфографикалар бар, линейный, осындай, люди деген бар, осындай, стрелки, временные шкалы, квадраты, вертикальные, барлығын қазір қарап шығайық. Сондай блоки деген бар. Ар жағына түссеңіз, оның өзі бірнеше беттен тұрады. Мынау пирамида, мынау списки деген бар. Разные бар мұнда, және премиум деген бізде ақылы, дегенмен де біз ақылы нұсқасын алмай осы жердегі тегін инфографиканы пайдалана аламыз. Яғни біз инфографиканың көмегімен не істей аламыз, иә? Мысалы, біз мына жердегі люди дегенді барайық. Осы жерде осыны, мысалы, голова с векторами деген біріншісін таңдай қояйық. Осы жерде біз өзімізге мына жерден төменгі жақтан скачать дегенді басамыз. Сол кезде бізге тегін жүктеледі. Осыны аламыз да, яғни қандай да бір ақпаратымыздағы статистиканы, салыстыруларды, сонымен қатар түрлі үлгілерді осы инфографика арқылы визуализациялаймыз. Мұндай ақпараттар бізде аудиторияға әсері өте жақсы болады. Бұл жерде тегін шаблон, ең бастысы сіз скачать етіп алып, регистрация жасасаңыз болды. Сол презентациядағы ақпаратты әдемі және әсерлі етуге көмектесетін көптеген сапалы диаграммаларды, графиктерді, басқа да элементтерді жасауымызға болады. Яғни мұнда тұрған барлығын біз өзгертеміз. Мыналардың барлығын қазақшаға аударып, кәдімгі PowerPoint-та біз қалай жасаймыз, дәл солай жасай береміз. Мыналардың барлығын қазақшаға өзгертеміз. Қазір мен мұнда адамдармен белсенді қарым-қатынас жасаудың 4 тәсілін ұсынып жатырмын. Ең маңызды деген тәсілдерді мұнда жазып қоямын. Ол үшін интернетке жаздым. Ең бірінші әдіс, мысалы, белсенді қарым-қатынас дағдыларын дамыту дейді. Осыны біз копировать етіп алып келіп, дәл осының орнына тек бір деген жерге қоямыз. Түстерін барлығын, шрифтісін барлығын өзгерте аласыз. Дәл осындай минуттың ішінде қарым-қатынас жасаудың 4 тәсілі деген кез келген бір тақырыпты алдым да, осылай жасап қоя салдым. Бұл жерде ең бастысы тек ағылшын тіліндегі шаблонды қазақ тіліне аудардым. Енді қарайтын болсақ, бізде әдеттегі тым көп сөздерден бұрын осылай етіп ұсынсақ, сіздің ақпаратыңыз неғұрлым оңай болып саналады. Артық мәліметтерді жазуға тырыспайсыз, ең бастысы нақты мәліметтер жазылуы керек. Осындай сияқты графикалық мәліметтерді әсемдеуге арналған түрлі шаблондар өте көп. Ең бастысы тегін, бұл жерден алып қолдана берсеңіздер болады. Қолданып көріңіздер. Сайттың сілтемесін описание бөліміне қалдыратын боламын. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.